Баршаңызға сәлем. Бүгін 143 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бұл сабақта нені үйренгенімізді тексереміз. Бірінші есеп: қос теңсіздіктің шешімдер жиынын таба аламын және түсінемін. А. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Демек, біз мынаны жеке екі теңсіздік түрінде өрнектеуіміз керек. Әсінде сан сәулесінде қос теңсіздіктің шешімдер жиынын белгіле. Шешімдер жиынын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Демек, асын орындаймыз. Қос теңсіздік берілген, яғни x белгісізі 12-ден артық, 15-ден кем. Бірінші жазамыз, x-іміз 12-ден артық деп, және x 15-ден кем деп осылай жазып қоямыз екі теңсіздік түрінде. Ал әсінде берілген бізге x белгісізі 4-ден артық, 8-ден кем деген осы теңсіздіктің шешімдер жиынын сан сәулесінде және фигуралы жақшаның көмегімен жазамыз. Демек, 4-тен артық болса, 4-тен 10-ға қарай шексізге қарай кетеді. Бұл жерде осындай қиғаш сызықтармен белгілеп қойдық. Және 8-ден кем болса, міне 8-ден кем солға қарай жүреміз. Яғни 8-ден кіші сандарға қарай. Енді екеуіне де тиісті болған және 4 пен 8-дің арасында 5, 6, 7 болады. Демек, бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны 5, 6, 7 екен. Екіншісінде дәл солай жалғастырамыз. X белгісізі 1-ден артық, 5-тен кіші болса, міне қиғаш сызықтармен белгіледік. Бұның шешімдер жиыны 2, 3, 4-ке тең. Екінші есеп: теңдеулерді шешуде өрнектерді ықшамдау ережесін қолданамын. Бірінші теңдеуді орындаймыз. 258x-ке 2x-тің қосындысынан 80-ді азайтсақ 700-ге тең деген. Бірінші теңдеудің сол жағын орындаймыз. Белгісіздерді, яғни айнымалысы бар сандарды қосып аламыз. 258x қосу 2x. Бұны қосатын болсақ 260, x азайту 80 тең 700 болады. Қарапайым теңдеу түріне келтіріп, бұл жерде белгісіздерді теңдеудің сол жағында қалдырып, бос мүшені теңдеудің екінші бетіне өткіземіз. Сонда 260x тең 700 қосу 80 болады. X-ті табу үшін 780-ді 260-қа бөлеміз. X-іміз 3-ке тең. X-тің орнына 3-ті қойып тексеріп көреміз. 258-ді 3-ке көбейтеміз, және 2-ні 3-ке көбейтіп 80-ді азайтсақ 700 шығады, ал 700 700-ге тең. 50x пен 40x-тің қосындысы 540-қа тең деген екінші теңдеуіміз. Бұл жерде теңдеудің сол жағын орындайтын болсақ 90x тең 540 болады. Қарапайым теңдеу түріне келтірдік. Бұл жерде екінші көбейткіш белгісіз болып тұр. Оны табу үшін 540-ті 90-ға бөлуіміз керек. Демек, x-іміз 6-ға тең. Енді x-тің орнына 6-ны қойып есептейміз. 50-ді 6-ға көбейтеміз, және 40-ты 6-ға көбейтіп екеуін қоссақ 540-қа тең, ал 540 540-қа тең. Үшінші есеп: бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерге талдау жасай аламын және салыстырамын. 13-тен 2 мен 13-тен 5-тің қосындысын 13-тен 11 мен 13-тен 5-тің айырмасымен салыстырамыз. Бірінші, 13 бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып аламыз. Ол кезде бөлімдері өзі жазылады, алымын қосып шығамыз. 13-тен 7 болады бұның қосындысы. Алымнан азайтсақ 13-тен 6. Бөлімдері бірдей бөлшектердің алымдарының қайсысы артық болса, сол жақ үлкен болады. Демек, 13-тен 7, 13-тен 6-тан артық. Кейінгісі 20-дан 12 мен 20-дан 5-тің айырмасын 20-дан 11 мен 20-дан 15-тің қосындысынан 20-дан 7-ні азайтқанымен салыстырамыз. Бірінші сол жағын орындап аламыз. Бұл 20-дан 7-ге тең болады, яғни 12-ден 5 тасақ. Ал оң жағын орындайтын болсақ, бірінші жақшаның ішін орындаймыз, қосамыз. 20-дан 11-ге 20-дан 15-ті қоссақ, 20-дан 26 болады. Ал 20-дан 26-тан 20-дан 7-ні азайтатын болсақ, 20-дан 19 болады. Енді екеуін салыстырамыз. 20-дан 7, 20-дан 19-дан кем. Төртінші есеп: есеп бойынша әріпті өрнек құраламын. Есеп бойынша әріпті өрнек жаз. 260 килограмм қызанақ жиналды. N жәшікке 24 килограммнан салынды. Неше килограмм қызанақ қалды? N тең 8 деп алып, оны есепте. Берілген жазып аламыз. Жиналды 260 килограмм, салынды N жәшікке 24 килограммнан деп, қанша килограмм қызанақ қалды деген сұрақ қойып, есептің шешуін орындаймыз, және N-ді 8-ге тең деп жазып қойдым. Бірінші өрнек құрастырамыз. Ол үшін 260-тан n көбейту 24-ті азайтамыз. Осы жердегі n-нің орнына 8-ді қоямыз. Есептейміз. 8-ді 24-ке көбейтсек 192. Енді 260-тан 192-ні азайтсақ 68 болады. Демек, жауабы 68 килограмм қызанақ қалды. Бесінші есеп: өрнектегі амалдардың орындалу ретінің дұрыстығын тексеремін. Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс қойды ма?
тексер, қатесін түзетіп, өрнектің мәнін есепте. Демек, бірінші өрнекті қараймыз. Бірінші әрдайым амалдармен өрнек берілгенде бірінші жақшаның іші орындалады. Бұл жерде жақшаның ішін екінші орындалады деп. Демек, бұл қате. Бірінші осы орындалады. Одан кейін мына көбейту орындалады. Үшінші мына бірдің орны. Демек, бұл жерде орындалу ретін қате жазған. Екіншісін көрейік. Екіншісінде дұрыс жазған. Бірінші мына жақшаның іші орындалады. Екінші мына көбейту орындалады. Үшінші бөлу амалы орындалады. Орындалу тәртібін үстіне дұрыстап дәптерге жазып, амалдарды орындадық. Бірінші жақшаның ішіндегі азайтуды орындаймыз. Жазбаша түрде баған түрінде орындадық. Бұл 39-ға тең. Енді 221-ді 384-ке көбейтеміз. Бұның көбейтіндінің мәні 84864-ке тең. Бұны енді біз 39-ға бөлеміз. Бұл 2176-ға тең болады. Демек, өрнектің мәні 2176-ға тең. Екінші өрнекті де дәл солай дұрыстап жазып қойдық. Бірінші жақшаның ішіндегі амалы орындалады. 48-ның 47-884-ті азайтсақ 116-ға тең. Одан кейін мына көбейту амалын орындаймыз. 1508-ді 214-ке көбейтсек 322-712-ке тең. Енді осыны 116-ға бөлеміз, яғни жақшаның ішіндегі айырманың мәніне. Сонда 2782 шығады. Өрнектің мәні 2782-ке тең. Бұл жерде жазбаша бөлу, азайту, көбейту жолдарын бәрін толық жазып қойдым. Өз беттеріңізше орындап тексеріп көрсеңіздер болады. Осымен бүгінгі 143-ші сабақтың есептері толық орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.